қырлы тәжірибе би билейтін жасымық. Балалар, қазір біз қызық тәжірибе жасаймыз. Бізге мөлдір банка керек. Банкаға су құямыз. Суға бір қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Келесі қадам жасымықты саламыз. Жасымық банканың түбіне түседі. Ал енді қызығы сірке суын құямыз. Қараңдаршы, жасымақ қозғала бастады. Ол жоғары көтеріледі, сосын қайтадан төмен түседі. Жасымық би билеп жатыр. Неге бұлай болды? Себебі сонда мен сірке суы қосылғанда көпіршік пайда болады. Көпіршіктер жасымықты жоғары көтереді. Сосын олар жарылып, жасымық қайта төмен түседі. Міне қандай қызық тәжірибе.